Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Заңгер Әйгерім Ермекбайдың каналына қош келдіңіздер. Бүгін бұл видеода мен сіздерге несиені төлемеген жағдайда не болады, сол жайлы айтып беретін боламын. Өйткені осы сұрақ менің жекеме өте жиі келеді. Сонымен YouTube каналыма видео салмағалы өте көп болды. Әрине, көптеген жағдайлар болды, бірақ YouTubeқа қайдан шығып тұрғаны өте қатты қуаныштымын. Сонымен сіздің несиеңіз бойынша просрочка 90 күнге дейін болса, онда сізбен банк бұл жерде мәмілеге келіп сізбен келісуге тырысады. Яғни бұл жерде тек қана банктың қызметкерлері сізге былайша айтқанда звондайды. Екіншіден, банк сіздің басқа банктердегі шотыңызға арест қояды. Яғни ПТП қояды, платежное требование поручения. Бұл аресттің түрі реестр должников сайтында көрінбейді. Сондай-ақ бұл аресттің түрін, яғни ПТП-ны біздің елімізде тек қана банктер ғана қоя алады. Өйткені ұлттық банк лицензия негізінде банктерге сондай құқық беріп қойған. Микрокредиттік қаржы ұйымы немесе басқа тұлғалар бұндай аресттің түрін қолдана алмайды. Сонымен, егер де сіз 3 айдың төлемін, оған қоса 90 күннің пенясын қосып төлейтін болсаңыз, онда ары қарай демек график бойынша төлеп жалғастыра бересіз деген сөз. Бұл жерде жаңағыдай банкке арыз жазып немесе де басқа да жағдайларды жасаудың қажеті жоқ. Бірақ егер сіздің просрочкаңыз несие бойынша 90 күннен асып кететін болса, бұл жерде жағдай кішкене басқашарақ болады. Кей жағдайларда банк сіздің несиеңізді коллекторлық компанияға сатып жіберуі мүмкін. Бұл дегеніміз, коллекторлық компания ары қарай сізбен жұмыс жасауға тырысады. Бұл жерде ең біріншіден коллекторлық компанияның жасайтын нәрсесі, ол сізге психологиялық шабуыл жасайды. Яғни ар-намысыңызға тиетін сөздер, сондай-ақ боғауыз сөздерді айтып, сізден былайша айтқанда қалай да болсын ақшаны өндірудің бар амалын жасайды. Бұл жерде ол адамдардың, жаңа коллекторлық компанияның сөзіне ерудің, немесе қарсыласудың, немесе ұрысып, айғайласудың қажеті жоқ. Ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені сіз телефонның ар жағында кім отырғанын өкінішке орай білмейсіз. Одан кейін екіншіден, коллекторлық компания сіздің атыңызда жылжитын, жылжымайтын мүлік бар ма? Жалпы қайда тұрасыз деген сияқты мәліметтерді анықтайтын болады. Одан кейін үшіншіден сіздің туысқандарыңызды, достарыңызды, жұмысыңызды мазалай бастайды. Былайша айтқанда шектен тыс мазалай бастайды. Негізі, былай қарап отырсаңыздар, сіздің несие бойынша просрочка болып жатқаныңыз, ол сізден басқа ешқандай адамға ешқандай да қатысы жоқ. Сол нәрсені естен шығармаңыз. Сіздің әке-шешеңізге, немесе әйеліңізге, жұбайыңызға, балаларыңызға тіпті сіз пропискада отырған үйге ешқандай да қатысы жоқ. Несиені тек қана сіз алдыңыз, сондықтан да банктың алдында немесе коллекторлық компанияның алдында жауап беретін тек қана сіз. Ары қарай, егер сіздің қазір басыңыздан осы жағдай өтіп жатса, яғни коллекторлық компания сізді шектен тыс мазалап жатса, не істеуге болады? Ол жайлы мен міндетті түрде келесі видеода айтып беретін боламын. Ол үшін каналға жазылып, осы видеоға лайк қойып кетіңіздер. Сондай-ақ айта кететін жайт, менің бүгін айтып отырған кеңестерімнің барлығы тек қана тұтынушылық несие, яғни потребительский кредитке қатысы бар. Яғни бұл техника немесе ақшалай болуы мүмкін. Ал басқа да кредиттің түрлері, мысалы үшін залоговый, ипотека немесе автокредитованияда жағдай мүлде басқаша болады. Егер де сіздің сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.